Абдуллаев Аманкелді атындағы зияткерлік мектеп-интернатының 10-шы сынып оқушысы Дәулетқызы Мерей. Күйші Ильяс Жансүгіровтің 1934 жылы жазылған романтикалық сарында шалқыған шабытпен, поэзиялық құдіретті қуатпен өрілген қазақ әдебиетінде теңдесі жоқ үздік поэмасы. Поэма 7 тараудан тұрады. Бұл поэмада еркіндік пен құлдық, махаббат пен зұлымдық, өлім мен өмір, пене тіршілік пен мәңгілік өнер арасындағы күрес тақырыбы суреттеледі. Поэма салған жерден буырқанған теңіз толқынындай өз құшағына тартып ала жөнеледі. Өлең нөсері сорғалап тұр. Туындыда арқа төсінен бастап Алатауға беттеген Кене ханның ордасы көрініс табады. Қазақтың арыстаны атанған Абылайдың ұрпағын сыйлаған қалың жұрт келуін улап-шулап қарсы алып, той қылып, ерлікке бие сойып, ат салып жатқан көріністер шынайы бейнеленеді. Сонымен қатар ханның ордасына Сары Үйсін руынан шыққан күйші жігіттің 99 зарлы, ащы, тәтті күйлерімен бай мен бек, би мен датқа, хан ордасына қуаныш пен шаттық, рахат пен ләззат сыйлап отырғаны осындай естіген жанды тылсымдай баурайтыны киелі өнер иесі күйшіге. Хан Кененің қарындасы, Қарашаштың көзі түсуі, Қарашаш пен күйші арасындағы терең психологиялық тартысы, адам сезімдерінің алапат шырпысуы сипатталады.